Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен қысқа дайындықтың бірі компот жабу әдісімен бөліскелі отырмын. Өте оңай әдіс. Жұмысы да өте аз және де бірден шығатын компот. Мен бүгін тек қана вишнаны жабатын боламын. Бірақ компоттың түрі өте көп, әртүрлі жеміс-жидектер қосып та жаба беруге болады. Менде бүгін тек қана вишня, сондықтан да вишнаны жабатын боламыз. Мен вишняларымды жуып, 2 рет 3 рет жылы сумен шайып дайындап қойдым. Міне осындай үлкен әдемі вишнялар. Компоттың да түсі әдемі шығады. Банкалардың барлығы стерилденген, қапақтарын бәрін суға қайнатып қойдым. Және де осындай 2 кружка өлшейтін. 2 кружканың мөлшері 200 грамм. Міне өйстіп салып аламыз. Енді 2 литр банкаға осындай кружкамен 2 кружка вишня саламыз. Өлшеп. Сосын 2 кружка қант салатын боламыз. Міне осы толтырып 2 кружка саламыз. Егер де сізде қарақат болса, 1 кружка қарақат, 1 кружка вишня салыңыздар. Осында дәмі де, түсі де өте керемет шығады. Міне өйстіп өлшеп аламыз. Салып қойдық. Енді қалған банкалардың бәрін осылай толтырамыз. Достар, егер де 3 литр болса, сіздерге онда 3 кружка вишня салу керек. 3 кружка қант саламыз. Міне барлығын салып дайындап қойдық. Енді осының үстіне қайнап тұрған суымызды барлығын толтырып шығамыз. Жақсылап аузына дейін толтырамыз. Достар, міне барлығын жауып дайындап қойдым. Міне жабу әдісі. Өйстіп банкаларымызды бұрап, жақсылап жауып алып, астындағы қанты ерігенше жатқызып қойып, банканы дөңгелетіп қантын ертіп аламыз. Қанты әбден еру керек, достар. Банкамыз атылып кетпес үшін осылай қантын ертеміз жақсылап. Міне осындай әдіспен де ертуге болады. Міне қантымыз бәрі толықтай еріді. Түсі де өте әдемі шықты. Міне компоттарымыз дайын. Достар, егер де сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де астында қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.